Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге ең жұмсақ болып пісетін венский вафлидің рецептін ұсынғым келеді. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді бұған йогурт саламыз, немесе қаймақ салуға болады, орнына алмастырып. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызға 2 шай ас қасық қопсытқыш қосамыз. Кейін міндетті түрде ситадан өткіземіз ұнымызды. Жақсылап тұрып араластыру керек. Масса осындай болу керек. Қою емес, өте сұйық емес. Вафельницамызды қатты қыздырып, осыны саламыз. 2-3 қасықтан салынады. Өте көп емес, өте аз салмаңыздар. Бестен 10 минут аралығында ұстаймыз. Осындай жұмсақ, әдемі болып піседі. Вафли шынымен де дәмді, жұмсақ болып піседі. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз.